115-ші телеарнасында ақпараттық сараптамалық хабарлар легінің кешкі топтамасынан хабардар болыңыздар. Кеш жарық. Мен Гүлнар Сатыбалдиева. Бүгінгі басталуға тиіс ізгі істер және одан шығатын ертеңгі нәтижелер жөнінде дәл қазір. I tried so hard and got so far. Құрметті әріптестер, Дүйсен Бабаев атындағы 115-ші мектеп соңғы жылдары оқу тәрбие және мектепшілік іс-шаралар рейтингісінде әрдайым үздік үштіктен көрініп келеді. Бастауыш сыныптар әдістемелік бірлестігі биылғы оқу жылында жаңаша оқыту жетістік көзі деген кең ауқымды 10 күндіктің өз жұмысын бастайтындығын хабарлайды. Бұл үрдістің біз үшін қандай маңызды бар екендігі және қандай жемісті сәттерді сыйлайтыны туралы дәл қазір ашып айтпақпын. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. I tried so hard and got so far. Құрметті әріптестер, 10 күндіктің негізгі мақсаты жаңаша оқыту арқылы мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсету, педагогикалық тәжірибесін және кәсіби шеберлігін шыңдау, шығармашылық қабілеттерін дамыту, білім алушылардың тілге деген сүйіспеншілігін арттыру, тілін, дінін құрметтеуге тәрбиелей отырып шығармашылыққа баулу. I tried so hard and got so far. 6 ақпан мен 17 ақпан аралығында жүргізілетін іс-шаралар. 6 ақпан күні 10 күндіктің ашылуы және ең үздік дәптер жарысы өтеді. 7 ақпан күні 2 сыныптар арасында жаратылыстану пәні бойынша жаратылыстану ғажайып әлем атты жарыс өткізіледі. 8 ақпан күні 3-4 сыныптар арасында кім жылдан математикалық диктант алынады. 9 ақпан күні 3 сыныптар арасында көркем еңбек пәні бойынша іскер достар жарысы өтіледі. 9 ақпан күні үздік оқырман жүлдегерлері анықталады. 10 ақпан күні қазақ тілі пәнінен білгірлер сайысы өткізіледі. 13 ақпан мен 16 ақпан аралығында бастауыш сынып мұғалімдері математика пәнінен ашық сабақтар жүргізеді. 17 ақпан күні 10 күндіктің жабылуы ретінде біз бақытты баламыз атты сайыс жүргізіледі. Бұл алдағы аптада болатын жаңалықтардың тұжырымдамасы. Әрине 10 күндіктің өз құндылықтары және өз кейіпкерлері бар. Апта бойы осындай айтулы оқиғалар біздің арна тілшілерінің көзімен сіздерге жол тартатын болады. Өмір әрқашан өзінің айшықты бояуларымен қызықты. Егер оны түсініп саралай алсаң, біз сіздермен келесі аптада тікелей эфирде кездесетін боламыз. Мен бастауыш сыныптар ұстаздарына сәттілік тілеймін. Мен қоштаспаймын. Көріскенше күн нұрлы болсын. Сіздермен бірге болған мен Сатыбалдиева Гүлнар Тойғанбекқызы.